Қазақстанға атышулы Баян Есентаева өзінің жасы келсе де өте сұлу мүсінімен тәнті еткен халықты, және де бұны Меруерт ханым не үшін жек көреді деп ойлайсыздар? Тек қана қазақ тілін білмегені үшін, қазақ тілін сөйлемеген үшін продюсер болмау керек деген сөздері жалған. Бұл жерде бір қызғаныш, бір себеп бар. Ол және махаббат болуы мүмкін. Кеше Баян Есентаева айтқан, мен қазақша сөйлемеймін, сәлем салу деген қараңғылық, мне так удобно, я по-казахски деген сияқты. Сен қазақшаға бет бұра бастасаң, әне Баян сөйлеп жатыр ғой дейді. Әне Баян тілін сындырып жатыр ғой дейді. В чем трагизм всего этого? Я не могу понять. Мен ойлаймын, мен жаңа 50-ден асқаннан кейін адам күйеуге шығам деп айтты ғой, бестік. Мен өзім Құдайға шүкір 22 жаста балам бар. Баян Мақсатқызына елдің бәрі жек көреді, және де Ахмет Нұрсұлтанның өзі жек көреді. Бұл Баянның отбасы, күйеуі. Меруерт Түсіпбаева ол Баянның отбасын, жаңа туған қыздарын, күйеуін көре алмайды. Осындай тәп-тәтті қыздары бар, күйеуі барға қызғанышпен қарайды деп ойлаймын. Меруерт Түсіпбаевадан бір ғана ұлы бар, сол бір ғана ұлына да бір сондай күшті тәрбие бере алмады. Сол бір ұлының тәрбиесін бере алмаған әлі күнге өкінеді. Ал Баянда бір емес, мысалы 2 қызы бар, одан кейін тоже 2 қызы бар. Өте жақсы тәрбие берген. Орыс тілінде сөйлеген деп халық сөгетін шығар, бірақ орыс тілінде сөйлесе де ешқандай кінәлары жоқ. Өз басым Баянды қолдайды. Баян Қызылорда облысында тұрған, және ол орысша мектепте оқыған, барлық жағдайда орыс тілінде сөйлескеннен кейін, ол орыс мінезі болып тәрбиеленгеннен кейін мінезі сондай. Қазақстанда тұрып қазақ тілінде сөйлеу міндетті дегендерге айтарым, олай етудің қажеті жоқ. Мысалға, бала кезден қалыптасқан тілі болғаннан кейін қазақша сөйлей алады, бірақ қазақша тілде арасында сөйлей алады. Ұятқа қалам ба деп, мысалы көптілік жаңағындай передачаларда көргенде міндетті түрде орыс тілінде сөйлейді. Мен өзімнің пікірімді, ол жаңағы баян ба, саян ба, қоян ба, ол бай ма, кедей ме, ол танымал ма, танымал емес пе, маған бәрібір. Баян Алагузова бәлкім тамаша продюсер шығар. Ол кісі тракторшылар туралы, сиырлар туралы түсіре береді. Бірақ қазақ тілін жетік меңгермеген продюсер біздің ата-бабамыздан қалған ұлттық мүддеміз, қозы көрпеш, баян сұлу этносын Жасыратын жоқ, шықты. Құдайға шүкір, аман есен, бәрі жақсы. Мен онымен, сол кісімен араласпаймын, бірақ балдарым араласады. негізі толық адамдар жек көрем. Толық адамдарды жек көрем деп шиқылдап күлген Меруерт Түсіпбаеваның осы сөзінен ақ өте дарынсыз, парықсыз сөйлейтіні ақ белгілі. Өз басыма бұлай мүлдем ұнамайды. Я всегда говорила о том, что молиться Богу надо тихо, да? И дело ведь не во внешнем виде, дело ведь в твоем сознании, в твоих поступках. И если ты реально веришь в Бога, то Бог все равно это увидит, да? Ты можешь надеть платок, ты можешь надеть паранджу, ты можешь все что угодно надеть, только мыслей ты своих не скроешь и поступков ты. Баян ба, шаян ба, қоян ба деген жақсы болды. Бәріміз ол баяғыда мен де айтып тастағанмын. Ал сынықшы Бақдагүл ханымға не жоқ деймін. Ол өзінің адамдарын емдеп отыра бермейме екен. Өсек шығатындар болса, так бәріне араласа береді. Бұған келіп кетер ешқандай пайдасы да жоқ. Былай қарап отырсаңыз. Аяқ киімді лақтырамда, басқа киімді киемде, чемоданды аламда кетем. Солай. Баламның мектептік кезеңі, мен қазір ойлаймын, балам егер болды бағдарламаны көрсе, балам есіне түсіреді. Неге біз бір тал балам екеуміздің ортамызда? Егер шын жақсы ана болса, никогда жұмыс болса да баласын көңіл болып, өзіне баласын еркелетіп, өсіреді. Баянға ана бол ретінде анау мынау деп жала жаппағанын қалаймын. Баянның өмірін қызғанғанын қаламаймын. Не керегі бар? Өз өмірін сүр. Өзі сол өмірді таңдады. Тұрмысқа шықсам да, ол тек қана өзімнің жеке шаруам деп ойлаймын.